Алим достар, бүгін сіздермен духовкада піскен асқабақта қуырдақ тағамын жасаймыз. Ол үшін бізге қара бұрыш, күнбағыс майы, картоп, пияз, тұз, аскөк, помидор суы, ет, тағы да асқабақ керек болады. Мен алдын ала бәрін дайындап қойдым. Дайын болған пиязымызға етіміз салып жақсылап араластырамыз. Картоп, туралын картопын саламыз. Араластырамыз. Дәміне қарай тұз. Күнбағыс майын құямыз. Қара ұнтақ бұрышын дәміне қарай саламыз. Помидор суы. Жақсылап араластырамыз. Туралған аскөкімізді салып жақсылап араластырамыз. Дайын болған фарштарымызды даярлап қойған асқабақтардың ішіне салып шығамыз. Одан алдын ала біз духовкамызды қыздырып қоямыз достар. Дайын болған 220 градусқа духовкамыз қызғанда біз 40-45 минутқа тағамымызды пісіреміз. Асқабақтағы қуырдақ тағамымыз дайын болды достар. Ас болсын. Біздің каналымызда өте көп дәрумендерге бай тағамдар жайлы айтылады достар. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Келесі кездескенше.